балалар, бүгін өтетін тақырып қауіпсіздік техникасы, бірінші медициналық көмек көрсету. Бұл бойынша біздің мақсатымыз сендердің қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету, төтенше жағдай кезінде әрекет алгоритмін жасау, және жарақат, стресс алу жағдайында мейлінше болдырмау. Яғни қауіпсіз ортаны қалыптастыру болып табылады. Көрдік па мына жерде қауіпсіздіктің жалпы негіздері. Яғни қауіпсіздік ол бірінші жаттықтырушының жауапкершілігі болып келеді. Яғни маған жүктеледі барлық жауапкершілік. Сосын жабдықтар мен жасақталған жағдайда бақылау жасау. Яғни мысалы келдік қой, манишка, фишка, доп кейде мысалы желі болмайды деген сияқты. Түсінікті ма? Ол желі жоқпен доп футбол ойнауға болмайды, жаттығу жасауға болмайды. Яғни оны тренировканың алдында мен келіп сендерден көмек сұраған кезде доп түрлеу керек деген сияқты. Манишка жыртық болса, өйткені ыңғайсыз болады. Ойын кезінде ол сендер қауіпсіздік ережесі бойынша, сосын жаттықтырушының жеке үлгісі, тәртіп және жауапкершілік болу керек. Қауіпсіздік ережесі үшке бөлінеді. Біріншісі ол жаттығудың алдында, мысалы тренировка келдіңдер, раздевалка кіргеннен бастап, түсінікті ма? Екіншісі ол мысалы жаттығу кезінде мына жерде. Мысалы бір ойын кезінде, жаттығу кезінде доппен құлап қалдыңдар. Мысалы ойын кезінде доппен ойнап жатқан кезде өздерін біреуге корпус итеріп қалған кезде болуы мүмкін. Үшіншісі ол жаттығу сабағы біткен кезде. Келдіңдер, уже раздевалка үйлеріне баратқанда деген сияқты. Түсінікті ма? Келесі жаттығу сабағының алдындағы қауіпсіздікті бақылау. Ол ең біріншісі. Кім қалай істейді? Мысалы келдіңдер тренировкаға. Аяқ киімдерін ауыстырдыңдар, келдіңдер раздевалкада отырсыңдар. Тамаша отырген. Аха, сосын? Ешқандай затты шашпау. Аха. Доппен теппеу. Аха, доп ойнамау керек раздевалка. Не үшін? Үйден кейін ояқта. Бізден де басқа адам. Иә, өйткені киімдер бар біреудің. Біріншісі ол, мысалы келеді, балалар, сендер келесіздер ғой жаттығуда. Кейбіреулердің настроениесі болмайды, мектепте дұрыс болмай қалып, келдіңдер, оның бәрін ұмытып, жақсы настроениемен өткізу тренировка. Түсінікті ма? Үйде жаңағы бір жағдайлар болуы мүмкін, андай. Сендерге байланысты. Оны ұмытып, бәрін жаттығу кезінде ұмыту керек. Түсінікті ма? И сосын алғашқы көмек көрсету жинағын тексеру. Ол менің міндетім. Келдің, аптечка дейміз ғой, соны тексеру. Сосын жабдықтар мен алаңдар тексеру. Мысалы, поляда неше түрлі заттар жатыр, соны қарап шығу керек тренировкадан. Не үшін? Ол кедергі жасайды екен. Киім ауыстыратын бөлмедегі қауіпсіздік бақылау. Мысалы, сендер алғысы бір-бірін итеріп, жаңа ойнап жатуы мүмкін. Келдің, сендердің тәртіптеріне қарай. Түсінікті ғой? Сосын соңғысы қауіпті факторлар болдырмау. Ол яғни сендерге қатысты емес, мысалы есік жабылмай, ашылмай қалуы мүмкін. Соны барып мен қарауым керек. Түсінікті ғой? Екінші бөлім жаттығу сабағы кезінде қауіпсіздікті бақылау. Тренировка кезінде. Кім қалай түседі? Тренировка кезінде қауіпсіздік ережелері. Қатты агрессивно ойнамау керек. Жоқ, аха. Сосын кешірім сұрау керек, бір мысалы ойын жағдайында бір-біріңді итеріп қаласыңдар, аяқтан теуіп қаласыңдар деген сияқты. Қатты қалғаннан кейін кешірім сұрап, аха. Қол беру керек. Төтенше жағдайларға дайын болу. Мысалы, свет соғып қалуы мүмкін. Неше түрлі жағдайлар болады ғой қазір. Білесіңдер ғой, свет соғып қалып, мысалы, Құдай сақтасын, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Мына жақта, ойын кезінде. Ойын ортасын бақылау, жаңағы сен айтқан жас. Физикалық жүктеме деңгейін реттеу. Ол деген мысалы тренировка кезінде қатты сендерді жүгіртпей, мысалы шаршадың ба, мысалы ойын кезінде защитаға түс деген сияқты ғой. Сендер қатты жүгірдіңдер, шаршадыңдар, уже шаршап тұрсыңдар, жүгіре алмайсыңдар. Либо ворота отыруға болады.
либо ағаймен демалып алайын деп жаңағы жаттығу жасайсыңдар ғой неше түрлі упражнение жаттығулар ше андай доппен допсыз деген сияқты. Сол кезде айтуға болады ауысып. Сол үшін 1 минут демалыстар болады арасында. Келесі жаттығу сабағы аяқталған соң қауіпсіздік бақылау. Яғни мысалы тренировка бітеді, келіп айтуға болады ағай мен аяғым ауырып тұр. Бұл жаңа ойын кезінде аяқтан тепті деген сияқты шағымдарды айтуға болады былай. Келесі киім ауыстыратын бөлмелердегі тәртіп бақылау. Тренировка біткеннен кейін кейбір балалар тез киініп үйге кетеді ғой. Кейбір балалар қалып қалуы мүмкін. Жаңағы доппен ойнайды деген сияқты өздерін қалып қалып. Балалар кейде жалғыз кетіп қалмауын қадағалау керек. Мысалы кейбір балалар сендер келесіздер ғой назар бәрін бірге жүру керек. Өйткені далада неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Тренировка біткеннен кейін шықтыңдар осы аренада. Өйткені ар жақта далада қандай жабайы иттер жүруі мүмкін. Былтыр болған ондай. Сол үшін өздерін бірге келдіңдер ме, бірге қайту керек бәрін. Либо жаңа кім машинамен кетіп, машинамен кету керек деген сияқты. Келесі алғашқы медициналық көмек. Алғашқы медициналық көмекті қалай түсінесіңдер балалар? Қал біреу жарақат алып қалып, не істеу керек? Кім білесің? Көмектесу керек. Қалай көмектесесің? Аяғын ауырып қалса, мысалы аяғың ауырып қалып, не істеу керек? Көтеріп отырып. Қандай көмек бересіңдер? Қолын арқаны. Ол аяғын ауырса қалай отырғызасың? Ол аяғы ауырып тұр, қозғалуға болмайды ол. Көтеруге болмайды. Маған айтасыңдар. Сендер ештеңе жасамайсыңдар. Жай ғана маған келіп айтасыңдар. Міне Назардың аяғы ауырып қалды, Ахметтің аяғы ауырып қалды. Жай келесіңдер, өздерің көмек жасамайсыңдар. Түсінікті ма? Өйткені біз білмейміз ғой оның қай жері ауырып тұрған, қалай ауырып тұрған. Түсінікті ғой? Маған келіп айтасыңдар, мен қараймын сосын. Келесі. Міне, біріншісі. Сендердің барлықтарын қауіпсіздігін, яғни бақылау. Ол біріншісі. Екіншісі, тыныс алуын, ес-түссіз деген андай, мысалы. Пульс бар ма, жоқ па, ауырсыну сезімдер бар жоғын тексеру керек, мысалы, қай жері ауырып тұр деген. Үшіншісі, қажеттілік туған жағдайда, мысалы, қатты ауырып тұрған кезде скорый дейміз ғой, жедел жәрдем шақыру. Төртіншісі, дәрігер келгенше дейін алғашқы көмек көрсету. Жарақаттың түріне сай дейді. Мысалы, аяғы ауырып тұрған адамды көтеруге болмайды. Оны дәрігер келгенше дейін қарап тұру керек жағдайды. Сосын жаңағы ата-аналарға хабар береді. Бесіншісі. Алтыншысы, болған жағдайды тіркеу журналға. Өзің үшін қандай травма болды, соны тіркеп қоюға болады. Жарақат дегеніміз не дейді? Кім біледі, жарақат дегеніміз не? Бір жері ауырғанда, жоқ. Травма, сосын сырқаттанып қалғандай. Сосын кім біледі тағы? Жауап бере беріңдер. Яғни жарақат дегеніміз сыртқы әсерлер нәтижесінде пайда болатын адамның ағзасы мен тіндерінің анатомиялық тұтастығының немесе физиологиялық қызметтерінің бұзылуына әкелетін зақымдану. Жарақаттың түрлерін қандай кім біледі? Механикалық, жылулық, электрлік, химиялық, сәулелік, биологиялық және психикалық. Механикалық дегеніміз яғни ойын кезінде. Жылулық дегеніміз мысалы батарея жаңағы күйіп қалу деген сияқты ғой. Сосын электрлік деген ол кәдімгі тоқты білесіңдер ғой. Химиялық дегеніміз қандай? Химиялық дегеніміз отравление деген сияқты. Биологиялық және психикалық. Оның барлықтарын білетін шығарсыңдар. Біріншісі соққы, ушиб. Яғни ойын кезінде мысалы аяғын қатты ауырып тұр, бірақ ол жаңағы жарақатқа жатпайды. Яғни ісіп кетеді, дененің аяғындағы ісіп кетеді, ол ушиб дейміз. Оның мағынасы терінің тұтастығы бұзылмаған жағдайда тіндердің механикалық зақымдануы.
яғни жаңағы бұлшықеттер сырты жай ауырып тұрады бүйтіп көгеріп қызарып ше андай бүйтіп, бірақ ол травмаға жатпайды. Өйткені ол жаңағы соққы ушиб болып удардан болған нәрсе болады. Мысалы көгереді, ол травмаға жатпайды. Түсінікті ғой? Ол мысалы бір екі үш күнде өздеріне жақсы қарасаңдар кететін нәрсе. Мұз басып деген. Так, қандай белгілері бар? Ауырады, гематома болу, көгереді жаңағы. Ісік болады жаңағы. Қызарып тұрады деген. Айттым ғой. Міне. Көрдік па суретте? Міне аяғы көгеріп кеткен, қолы көгеріп кеткен. Көріп тұр ма? Аяғы міне жері көгеріп кеткен. Сөйтті ма? Көрдік па? Бұл нәрсеге жатады? Травма емес, ушиб. Так, жаңағы ушиб кезінде қандай көмек көрсетеміз? Бұны жазып тұрған аяқты. Біріншісі тыныштық, соққы алған аймақты қозғалтпау. Яғни жаңағы аяғын ауыртты, қозғалтпау керек ол. Қысушы таңғыш салу. Ерсе ол деп ойлайсың. Қысушы. Гипс деген білесіңдер ғой, гипс сияқты. Бірақ бізде гипс жоқ, не істейміз? Не үшін орайсың? Одан да басқа заттарды алуға болады. Так, суық басу жаңағы. Суық дегеніміз мысалы жаңағы лед дейміз осыны, мұзбен. Төртіншісі зақымдаған аяқ қолда көтеріңкі қалыпта ұстау. Не үшін? Оған салмақ түсірмеу, түсінікті ме? Так, келесі. Соққы кезінде жасалатын бірінші көмек. Мына көрдік па? Жаңағы мұз болып саналатын. Басып жатыр. Таңғыш деген неше түрлі бинттер болады. Білеміз ғой? Бинттер болады, эластичный дейміз ғой, сол сияқты. Міне, бинтті орап жатыр, алғашқы көмек көрсетіп отыр. Біріншісі кигізді, орады. Төртіншісі уже дайын, уже байлап қойып бекітіп, қозғалмайды. Екіншісі созылу, растяжение. Созылу дегеніміз байламдардың, сіңірлердің, бұлшық еттердің және басқа да тіндердің анатомиялық тұтастығы бұзылмаған жағдайдағы зақымдануы. Растяжение дейміз. Созылу кім біледі? Ау? Айтайыр. Тренировканың алдында біз жаңағы дұрыс өзіміз дайындамасақ, яғни әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Соның бірі дұрыс разминка жасамағаннан осындай созылулар болуы мүмкін. Так, келесі. Мысалы байламдардың созылуы дейді. Көрініп тұрған аяқта суреттерде иық, ахилл дейміз. Ахилл деген міне аяқты арты аяқты. Түсінікті ғой? Так, созылудың клиникалық белгілері. Буындағы ауырсыну, гематома көгеру, ісік, қол тигізу кезіндегі ауырсыну, буын контурының тегістелуі, буында сұйықтықтың болуы. Так, келесі. Созылу кезінде жасалатын бірінші көмек. Мына айттыңдар ғой. Мысалы, мына суретте қолға тағылатын гипстер болады. Алатта орады, бекітті. Аяқта өзінің специальный нелері болады. Суықпен қолданып. Так, үшіншісі буындардың ұғысуы, шығуы. Буындардың ұғысуы, буын беттерінің бір-біріне қатысты тұрақты ұғысуы. Так, суреттен көрсетейін. Көрдік па? Мына. Тобық буынның ұғысуы. Бір жаққа қарай өтіп кетуі дейміз ғой, жаңа ұғысуы. Көрдік па мына? Қолда. Бір жаққа қарай кетіп қалады. Так, келесі буын ұғысуының клиникалық белгілері. Буындардың ауырсынуы, қозғалыстың жоқтығы, аяқ қолдың мәжбүрлі қалыпта болуы, буынның деформациясы, аяқ қолдың үйіп қалуы мүмкін. Түсінікті ғой?
буын оғысу кезінде жасалатын бірінші көмек. Тура солай ауырсынуды басу, бекіту, шұғыл эвакуация немесе стационарға. Яғни скорый дейміз ғой соған. Так, сүйектердің сынуы. Сынық сүйек тінінің тұтастығының бұзылуы. Білесіңдер ғой? Міне, суретте. Көрдік па? Неше түрлі суреттер бар. Так, келесі міне. Сынықтар нешеге бөлінеді міне? Екіге бөлінеді. Көріп тұрып па? Қандай? Ашық сынық. Сосын? Жабық. Жабық пен ашықтың айырмашылығы қандай? Кім біледі? Ашық дегенде ішіндегі тұтастығы бұзылмайтын сынық. Ашық деген сүйек сынық. Аха. Сосын? Ал жабық ішінде шығып Шығып кетпеген ішінде болып отыр, иә? Так, келесі сурет. Көрдік па міне? Бақнұр айтты ғой. Жабық пен ашықты. Көріп тұрып па? Келесі. Так, белгілері. Ауырсыну, ісік, гематома, аяқ-қол деформациясы, аяқ-қол қысқаруы, сынған сүйектің бір-біріне итерілуі, шығатын дыбыстар болады. Патологиялық қозғалыс функцияларының бұзылуы. Келесі. Үлкен түтікше сүйек пен жамбас сүйектерінің сынығы кезінде туындайтын қиыншылықтар. Ауырсынады, қан жоғалтады, майлы эболия, күш қуат тапшылығы, травматикалық ауырсыну. Сүйек сынғанда бірінші салатын көмек қандай? Кім біледі? Жоқ, біріншісі, ең бірінші. ауырсыну басу. Аха. Сосын? Анестетикалық аңшылық. Ол нәрсе? Аха. Сосын? Медициналық ұзақлылық. Жақсы. Бірінші көмек көрсету кезіндегі ауырсынудың басудағы мүмкіндіктері. Тыныштық. Суық басу, иммобилизация, аяқ-қолды көтеріңкі қалыпта ұстау, психологиялық қолдау. Иммобилизация дегеніміз. Көрдік па? Нәрсе бұл? Носилка. Болады ғой носилка. Футбол көресіңдер ғой? Ана нелер. Футбол кезінде біреу травма алған кезде ана скорыймен алып кетеді, если ауыр болса. Если жеңіл болса, ана неге носилкаға салады да, бүйтіп қозғалып алып кетеді жаңа, екі жақтан көтереді. Міне тура сол. Көрдік па міне үлкен нәрсе. Мына аяқтар міне. Аяққа арналған, әртүрлі дене бөліктерін алған. Міне. Осы болып салған. Көрдік па? Қозғалтпай ұстау керек екен. Так, міне қосымша құралдар. Мысалы бізде жаңа носилка жоқ. Көрдік па? Ау нерсе міне. Кән носилка көрдісің ба? Носилка ұқсай ма? Нерсеге ұқсап тұр ма? Жоқ, адам көріп тұрсыңдар ғой, енді нерсеге ұқсап тұр мына. Ағаш? Иә, дұрыс. Мысалы бізде жаңа носилка жоқ, ағаш аламыз. Өйткені ағашты бекітеміз, байлаймыз жаңа неге. Аха. Сосын ораймыз. Түсінікті ғой? Үшін оны қозғалтпау керек. Тік ұстау керек. Мысалы иықта міне көрдік па? Қатты бір мысалы фанер дейміз, оны неше түрлі болады ғой, соны алып байлайды дейді. Сосын оның қолын қозғалтпай ұстайды жаңағы. Бинттермен байлайды. Міне аяққа да бар міне. Үлкен міне аяққа. Бірінші ағаш салды, аяғы полный орап тастады қозғалтпау үшін. Міне аяқта мойынға бар. Аяқты көрінеді. Көрдік па міне? Так, келесі. Тасымалдау кезіндегі дененің қалыпты орналасу ұғымы. Міне. Бұл дененің оңтайлы орналасқан болып табылады. Азапты жеңілдету және асқынулардың дамуын болдырмау береді. Міне, перелом дейді ғой, жаңа сынық кезінде міне адамды тік жатқызады. Позвоночник жаңа травма алған кезде тура осылай жатқызады. Міне, мына жақта жазылып тұр ғой. Ішін ауырса, бүйтіп шамалы көтеріңкіреді. Кеуден ауырса, шамалы тоже көтеріледі. Жартылай отырып дейміз ғой, қой көтереді. Кейбір балалар болады жаңағы ауырсыну кезінде өзін ұстай алуы мүмкін. Оны не істейміз?
аяғын жоғары көтертіп қояды. Түсінікті ғой? Кім қандай ойлары бар? Кімде қандай ойлары бар жаңа қауіпсіздік ережесі туралы? Кім не түсінді? Кім не айта алады? Не істеу керек? Қалай істеу керек? Тыныш сақта ағайға айту керек. Аха. Сосын бағлан. Аха. Айқайлағанша қаттамау керек. Иә. Аха, қозғалтпау керек. Сосын не істеу керек? Ұстау носилка жоқ болса, біресе салу. Иә, қандай ағаш салу керек. Сосын Аяғын тік ұстау үшін. иә, сосын не істеу керек? Жарақат болған жерге бару. Иә. Сосын Көтермеу. аха. Абай, сен не түсіндің? Айта беріңдер, ұялмай. Өз ойында не бар, соны айта бер, ұялмай. Балалар айтсын, соны да айта бер. Кім не түсінгенін сауат. Ауырсынуды басы. Аха. Сосын кім не түсінді? Ағашқа бөлінеді. Аха. Сосын Ауырып отқан жерде мұзбен басу. аха, мұзбен басады. Сосын тағы да кім Нұрислам не түсінді? Сынықтың қандай түрлері болады? Жоқ, Нұрислам, тоқтап, Нұрисламнан сұрады. Қандай? Қандай? Тыңдағанда аха. Ахмет, саған сұрақ. Айырмашылығы неде жаңа ашық жабық? Ашықтікі сүйегі шығып кеткен. Аха, сосын Жабықтікі ішіндегі болатын жаңағы үйлер, иә? Ішіндегі сүйсін. Иә. Кім не түсінді тағы да бақынар? Қандай көмек көрсетеміз тағы да? Айтпеші, мысалы, мен сендермен бірге қатыстым, мысалы, мен сендермен бірге қатысып жатыр, мен мысалы травма алып қалдым. Травма қандай? Мысалы, аяғым ауырып тұр, не істейсің маған? Жоқ, мен сендер ойлаңдаршы, қандай көмек көрсетесіңдер? Жедел жәрдем шақырып. Жоқ, ең бірінші не істейсіңдер? Аха, дұрыс. Аха, біріншісі ол. Сосын екіншісі? Су затпен басу. Аха, сосын? Сосын Жоқ, суықты қалай басасың сен бірінші? Мысалы, мен қай жерім ауырып тұр, қай жеріне басасың сен? сіз дегеніңіз қай жеріне? Иә, сұрайсың балалар, қай жерін ауырып тұр дейсің, сосын не істейсің? Иә, мұз басасың. Сосын? Мысалы, бізде носилка жоқ. Ағашпен ұстап, бинтпен орап тастау. Аха, бинт, эластичный болмаса, жаңағы қандай бинттер бар соны. Сосын? Сосын медицина. Не істейміз сосын? Жоқ, медициналық алдында. Медициналық алдында не істейсіңдер? Бекіттіңдер, неттіңдер, сосын не істейсіңдер? Ата-анасына айтып, дәрігерлерге. Жоқ, мысалы, бекіттіңдер ғой, сосын не істейсіңдер? Аяғын ұстап. Аха, сосын? Қозғалып қоямыз. Аха, сосын? Ең последний қайсысы? Иә, мысалы, кейбір балалар жылап, жаңағы тоқтамай өздерін шоқлы состояние болуы мүмкін. Айқайлағаннан кейін қатты ауырып. Біреу қатты айқайлауы мүмкін, өзін ұстай алмай қалады кейбір балалар ше, мысалы. Не істейсіңдер, шамалы өздерін жылы сөзбен поддерживать етесіңдер, түсінікті ғой? Қазір бәрі жақсы болады деген. Түсінікті ғой? Сосын өзіміз жаңағы жедел жәрдем шақырамыз. Өзіміздің жаңағы білмей, мысалы ешкім білмейді ғой қай жер алып тұрған, оған өзіміз полный көмек жасай алмаймыз. Паническая атака болсын істеу керек. Қалай панический? Қалай психикалық па? Енді оны успокоить етеміз дейміз ғой, тынышталдырамыз, жақсы сөз айтамыз, достарын араластырамыз, көмек көрсетеміз деген сияқты ғой. Кімде қандай сұрақ бар тағы да? Түсінікті ма тақырып? Мысалы, ағай болмаса не істейміз? Басқа ағайлар или үлкен кісілер болады, солардан көмек сұрайсыңдар. Өйткені олар шамалы біледі, сендер білмейсіңдер ғой. Сендер мысалы скорый шақыру мүмкінсіңдер. Болмаса жаңағы өздерін жаңағы оценка ситуации дейміз ғой, соны білмей қалуы мүмкінсіңдер. Түсінікті ма? Қалай не болып жатқанын. Түсінікті ғой? Сосын кімде қандай сұрақ бар тағы да?
түсінікті ма осы не тақырып туралы, қауіпсіздік ережесі туралы? Иә, Келдіңдер жаттығуға. Жаттығуға келгеннен бастап өздеріне қарау керексің, түсінікті ма? иә. Келдіңдер, либо мысалы уже келіп, киініп, мына жақта уже заттарларды дайындаймыз ғой, сол кезде айту керек, ағай мынау манишка заттар, ағай мынау доп жел ішіп кеткен, ағай мынау фишкалар сынып тұр, мынау қолданбай ақ қояйық, біреудің жаңағы аяғына кіріп кетуі мүмкін, жаңағы сынған жер бар ғой, жаттығу жасаған кезде мысалы секіріп қалып үстіне ананың аяғын ауыртуы мүмкін деген сияқты. Сосын ойын кезінде әртүрлі жағдайлар мүмкін. Бір-бірін итеріп қаласыңдар, бір-бірін аяқтан шалған кезде кешірім сұрап, мысалы аяғын қатты ауырып тұрса, естиміз? Жоқ, аяғы қатты ауырып тұр, тұрғызбайсыңдар, сосын жоқ, аға дұрыс міне, бақтыр дұрыс айтты. Қатты ауырып тұрса, үйге көмек сұрайсың, түсінікті ғой? Сосын тренировка бітті, бәрі нормально, бірақ сен өзі ойын кезінде саған білінген жоқ, бірақ уже тренировка біткеннен кейін аяғың ауырып тұр. Естиміз? Аха, ескертіп айтасыңдар, ағай мен аяғым ауырып тұр, мен нетейін, шамал жазылайын. Сосын сол кезде аяғым жазылғасын келейін деп айтасыңдар. Түсінікті ғой? Не үшін? Өйткені сендер өздері келдіңдер, аяқтарын ауырып тұр, сосын до конца аяқтары жазылмайды, сосын қайтадан аяқтарын ауыртасыңдар, уже, бірақ ол уже қатты ауыра бастайды, уже келесі стадияға өтіп кетуі мүмкін. Түсінікті ғой? Соның алдын болдырмау керек. Сразу ескертіңдер, алдын алу керек. Түсінікті ғой, мысалы, қауіпсіздік шараларының мақсаты сол. Сендерге түсіндіру, көрсету, айту. Өздерін біліп жүресіңдер заты. Мысалы, осындай ситуация болып қалды, басқа жаттығуда емес, басқа мектепте жүрген кезде, көшеде жүрген кезде өздеріне жақсы болады. Түсінікті ғой? Өйткені әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Зато уже сендер уже дайын боласыңдар жаңағы ситуацияға. Түсінікті ғой, мектепте мысалы оған жүрген кезде, жаңағы далада көшеде жүрген кезде, мектептен шыққан кезде уже, жаттығу кезінен шыққан кезде уже дайын боласыңдар. Жаттығудан кейін не істейміз? Яха, үйге айтасыңдар. Мысалы, бақныр қалып қойды. Сендер уже не істейсіңдер? Күте тұрасыңдар, бірге қайту керек өйткені. Далада білесіңдер ғой, өздері неше түрлі? Аха, жабайы иттер. Аха, неше түрлі таныс емес адамдар келді, мысалы, өз жалғыз келеді, оны уже алдап сөйлестіре салады, мысалы. Бір нәрсе сұрауы мүмкін да, а сендер уже бәрін бірге жүрсеңдер, уже сендерге жақындамайды. Иә. Түсінікті ғой? Түсіндіңдер ма, Бақнұр, Ахмет, түсінікті ғой бәрі? Барлықтарына рахмет.